Әбу-Насыр әл-Фараби атамыз, әл-Фараби атамыз дәулетті отбасынан шыққан. Әкесі әскербасы болатын. Сондықтан да ол ештеңеден кемдік көрмей, ғылым мен білімге үйір болып өскен. Ол алғашында Бұхарада, Самарқандта білім алып, содан соң Шам, Каир, Дамаск, Александра, Медина, Мекке қалаларында зерттеумен айналысқан. Ол содан соң өз қонысын Бағдат қаласына ауыстырып, 20 жылдай сол жерде тұрақтап қалады. Сол жерде атникалық философиямен, әлемдік мәдениетпен танысады. Сөйтіп, өз бағытын Шам қаласына өзгертіп, 950 жылы өмірден өткенше сол өлкеде мекендейді. Жалпы Әбу-Насыр әл-Фараби атамыз кішкентай